Неге кесек, бор, кальций жегіміз келеді? Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Оның маңызды 5 себебі бар. Бұл тағамда азық та болмайтын заттарға құмарлық негізінен жүкті немесе емізулі кезде орын алады. Бәрінде емес, бірақ құрсағыңызда бала болмаса да кенеттен бор, кесек немесе кальций карбонатын жегіңіз келіп тұрады. Бұл қарныңыздың ашқанын емес, ағзаға қандай да бір минералды заттың дәруменнің жетіспейтінін білдіреді. Жалпы бұл заттарға құмарлық қандай қауіп туралы белгі береді? Алдымен осыны анықтап алайық. Қан аздық. Ағза темір тапшылығына ұшырағанда үлкен күйзеліске тап болады. Бірден гемоглобиннің деңгейі төмендейді. Адам қуарып, сұрланып кетеді. Тері жарылып құрғай бастайды. Тіпті тамаққа тәбеті де тартпайды. Қаназдыққа шалдыққан адамның қуаты болмайды. Үнемі өзін шаршау сезінеді, ашуланшақ болады. Әрі ештемеге құлқы соқпайды. Кей жағдайларда жүрек қағысы жиілеп кетеді. Қан аздықтың салдарынан адам ағзасы тамақты емес, керісінше борды, кесекті, кальций карбонатын қажет етеді. Мұның алдын алу үшін жалпы қан сараптамасын жасату керек. Дәрігермен ақылдаса отырып, емделу жолдарын қарастыру шарт. Қан аздық қайсы адамға болса да қауіпті екенін естен шығармаңыз. Әсіресе жүкті аналарға денсаулықтарына өте мұқият болуы маңызды. Қаны аз анадан дені сау баланың туылуы екіталай екенін ескеріңіз. Кальций элементінің жетіспеуі. Ағза тап осы минералды затқа зәру болса, онда жоғарыда аталған заттарға аңсары ауып тұрады. Кальций элементінің жетіспеуші ең алдымен бауырға зиянын тигізеді. Одан бөлек шаштың, тырнақтың, тіс пен сүйектің саулығына кері әсер етеді. Ағзаңыз СДЕ дәрумендерін қажет етсе, міндетті түрде қабылдаңыз. Әйтпесе шашыңыз түсін жоғалтып сынғыш келеді. Тырнағыңыз жұқарып екіге бөлінеді. Ал тісіңіз бен сүйегіңіз өз міндетін дұрыс атқара алмайды. Қалқанша 5. Кейбір эндокриндік аурулар да ағзадағы кальцийдің тез жойылуына ықпал етеді. Сол кезде адам ағзасы борды, кесекті қажет етіп тұрады. Бұл жайсыздық қалқанша 5 ауруларынан айыққан соң басылады. Ол үшін эндокринолог дәрігерге тексеріліп, қажетті ем шараларын жүргізіңіз. Жүктілік. Жүкті аналарымыздың 60-70%-ның қалтасына не сөмкесінен міндетті түрде табылатын бұл заттарды шектегеніңіз дұрыс. Борда, кесек те сіздегі уақытша құмарлықты басқанымен басқа ағзаға зиянын тигізеді. Нақтырақ айтқанда, бауыр, бүйрек пен ішектің жұмысына кері әсер етеді. Салдарынан іш қату, қыжыл, жүрек айну мазалайды. Сондықтан да өзіңізге де балаңызға да ешқандай пайдасы тимейтін заттан арылыңыз. Ол үшін дәрігердің көмегіне жүгінесіз. Сізге терапевт дәрігер қандай ем алып, қауіптің алдын алуға болатынын айтады. Тәуелділік. Білесіз бе, адамға бәрінен де бұрын ненің қауіпті екенін. Адам ұзақ ем алып, аурудан айығады, жарасы жазылады. Бірақ тәуелділіктен құтыла алмайды. Айталық, сіз ағзаның уақытша талап еткен құмарлығын басу үшін жүкті кезде кесек жедіңіз. Бірақ балаңыз 5-ке келгенде де қалтаңыздан кесек тастамайсыз. Бұл сіздегі мұқтаждық емес, оның орнын тәуелділік басқан. Сіз уақыт озған сайын кесекке тәуелді болып қалдыңыз. Ал кей адамдар күйзелістен арылу үшін кальций немесе кесек боры жейді. Иә, біраз уақытқа жаныңызға рахатқа бөлейтін болар. Бірақ уақытша екенін ұмытпаңыз. Бір күнде бір келі кесек жесеңіз де күйзелістен арыла алмайсыз. Есесіне бір емес бірнеше дертті қоздырасыз. Қатты қажет еткен бұл заттарды асқабақ дәнімен, шекілдеуікпен, жаңғақпен, жеміспен айырбастауға болады. Бұлар ағзаның құмарлығын баспайды, бірақ алдаусыратып ұмыттырады. Бор, кальций мен кесектің орнын немен алмастыруға болады?
Сонымен біз борды, кальций мен кесекті қандай жағдайда қажет ететінімізді білдік. Сондықтан да қаназдықтан, қалқанша без ауруынан, тәуелділіктен, кальций тапшылығынан арылу үшін іздейтін бұл заттарды жеуде түбегейлі тоқтатайық. Оның орнына ағзамызды кальций, темір, фосфор элементімен, түрлі дәрумендермен байытайық. Дәрігер тағайындаған емнен де бас тартпайық. Егер сізді қаназдық мазаласа, құрамы темір элементіне бай тағамдарды үзбей жеңіз. Егер бауырыңыз ауыратын болса, кесекті, борды мүлде ұмытыңыз. Одан бөлек ащы, майлы, тәтті тағамдарды да шектеңіз. Егер қалқанша без ауырса, міндетті түрде эндокринолог дәрігердің кеңесін алыңыз. Темір элементіне бай тағамдар: бауыр, кептірілген жемістер, сиырдың миы, бүйрегі және тілі, өрік, алма, алмұрт, қара өрік, қара қарақат, қарылған, құлпына ит бүлдірген, анар, лимон, апельсин, мандарин, жұмыртқа, қой, сиыр еті. Кальций элементіне бай тағамдар: балықтың барлық түрі, творог, салмалдық, теңіз қырыққабаты, итмұрын сусыны, қатты ірімшік, жаңғақ, көктер, кебек, сүт өнімдері. Бор, кальций мен кесек жеу қандай қауіп тудырады? Егер аталған заттарды артығымен жейтін болсаңыз, асқазан, ішек жолдарының жұмысы бұзылады. Іш қату, жүрек айну, қыжыл мазалайды. Өкпе, бауыр мен бүйректің жұмысы баяулайды. Ұйқы безінің бұзылуынан қант диабеті ауруы асқынады. Ендеше қауіптің алдын алу үшін құмарлықты басу керектігін ұмытпаңыз. Ағзаңызды сау күйінде сақтағыңыз келсе, сақ болғаныңыз дұрыс.